Ағай, кешіріңізші. Балалар қанекей кім айтады? Қазір сағат қанша болды? Ағай, мен айтайыншы. Достан. Қазір сағат 8-ден 31 минут кетті. Ал сабақ қаншада басталу керек? Ағай, мен айтайыншы. Тамирис, Сағат 8-де. 8-де сан есімі. көрдіңіздер ме? Ал біздің қожа сан есімін де зат есімін де білмейді. Өйткені ол әдеттегідей сабақтан қалмаса жүре алмайды. Қожа, шыдам бітті. Бұдан кейін сабақтан кешігетін болсаң, әдеттегідей еден жуасың. Ағай, кешіріңізші. Мен енді қалмаймын. Сенбеймін, қожа. Сенбеймін. Ағай, кешіріңізші. Аға, ертең 7:30-да жиналыс, кешікпей келіңіз. 7:30-да. Жақсы. Сіз оқушыларыңызға қандай үлгі көрсетесіз? Кешіріңіз. Жиналыс сағат 7:30-да дедім ғой. Иә, түсіндім. Болды. Қысқасы менің шыдамым бітті. Енді қайталанбайды. Енді сіз жиналысқа кешіккен сайын осы бөлменің еденін жуасыз. Кешіріңіз. Түсіндіңіз бе? Түсіндім. Ұқтыңыз ба деймін? Ұқтым. Сенбеймін. Жұмысыңызды бастай беріңіз. Кешіріңіз. Уақытыңыз аз, барыңыз.